Достар, қалайсыңдар? Мен ыстықтан ба, білмеймін, короче. Барлығы 2 қабат шығарсын, 2 қабат шығарсын деп. Чё, не обязательно 2 қабат болу керек па? 2 қабат болса ғана сондай бола ма не? В общем, короче, білмеймін, может, асқазаным ауырып ма? Өліп лапша ашып алдым, енді лапшаға тойып алдым да. Бірақ тамақты құсып келіп тұр, білмеймін. Или, может, асқазанымнан бір нәрсе шықпай қалды ма? Солай, асқазан ауырғанда негізі сондай болатын бет. Мен ойлап тұрмын, кеше күн ыстық болып кетті, сол кезде ыстық өтіп кетті ма деп. Жаман ташынада отырмын саған. Қандай тамақ жесем де, сол тамақты алам да, бір жеймін да тастап жеймін келмейді. Кеше грибы жасадым, картошкамен бір жедім да, оны лақтырып жібердім. Базарда жүрген ғой, короче. Базардан осындай салқын көже алдым, и плов. Базардың тамағы вообще ерекше, байқайсыңдар ма? Салқын көжемен плов заказ алдым. Қалайсыздар, құрметті менің оқырмандарым, келіншектер, қыз келіншектер. Менде Микки Маус осындай тапочка дайын. Запаста тұр, алам дейтіндер болса. На Микки Маус тапочки. 6000 теңге. Бағалар әртүрлі тапочки. Әртүрлі бағасы. Мынандай қазақи өрнекпен жасалған 8000 теңге қымбатырақ, потому что это очень сложная тоқма. Осыны қарасаңыз, ортасында жүрекшесі бар. Қазақи нақышта. Тоже 6000 теңгеден. Сосын заказға осындай тапочкилер бар. Есімінде жай табандармен тұтуға болады. Сосын осындай киіктен. Расцветкасы әртүрлі. Короче, осы 3 тапочка дайын. Алам десеңіздер, Алматы қаласы бойынша бар мындай. И заказ берем десеңіздер